говорил, что мы производим сиденье. Вот я хочу наглядно вам показать. Сиденье сейчас производится в Казахстане. В октябре пеноформа уже будет литься в Казахстане. И это как раз таки для повышения локализации. Сейчас на сборке сидений в одну смену работает 27 человек. После отливки пеноформ количество сотрудников увеличится до 70 человек. Вот, пожалуйста, это временное сооружение, поэтому чуть-чуть здесь есть производственный хаос. Пожалуйста, обратите внимание. Вот так приходят сиденья. Есть металлический корпус, есть детали интерьера, это сама кожа, пеноформа, электрическое оборудование. Все это сейчас приходит с Южной Кореи. Но наша задача саму пеноформу, вот она, вытащу, наглядно покажу. Вот эта пеноформа будет отливаться в октябре текущего года уже в Казахстане. Мы купили уже, это пеноформа для автомобиля Hyundai Tucson. Нам необходимо купить пресс-форму, мы ее уже заказали у Hyundai Motor Company. Владельцем технологии является Hyundai Motor Company, поэтому пресс-форму мы покупаем только у них. И вот это будет отливаться здесь, в Казахстане. И будет казахстанское производство. Наш следующий этап – это металлический корпус. Вот он достаточно простой, чтобы производился в Казахстане. Мы сейчас ищем партнеров цеха металлообработки, завода металлоотработки, которые смогут произвести для нас вот такую форму. На самом деле, тут очень сильно заморачиваться на красоте не нужно. Главное на конструктиве, потому что деталь не видная, она находится внутри подушки. Тендер жариялаймыз. Тендер жариялаймыз. На октябрьде подушкалар құйғаннан кейін келесі этап осы металлический корпусты шығару. Ары қарай өтейік. Міне, біздің жігіттер жинап жатқан сиденьялар міне. Қараңыздар. Осының бәрі локализация дегенде немене? Конечно, это локализация. Өйткені біздің жұмыскерлер жинап жатыр. Пеноформа бізден шығатын болады. Сонда қараңыздар, біз Hyundai Tucson моделін ғана шанақты дәнекерлеу және бояу әдісімен шығарып жатыр. Сол шығарылып жатқан көлем уже осындай локализация жасауға жаңағы мүмкіндік береді. Егер біздің заводтардың бәрі ақырындап шанақты дәнекерлеу және бояу әдісіне шықса, локализацияны көтеру деген жеңіл шаруа біз үшін. Сондықтан біз жаңа активистер, қазақстандықтар автокөлік шығарамайды дегенге намысымызға тиеді біздің. Қалай шығарамайды? Біз немесе қана қой бағып, жылқы бағып өте аламыз ба? Жоқ, міне қазақтың қара балалары жинап жатыр мына автокөліктерді. Автокөлікті қой, автомобиль сиденьялар шығарып жатыр. Міне соған бізге намысымыз тиетін. Халықты қайта жалған ақпарат беріп, бағасын түсірсеңіздер. Міне, осының бәрі бағаны түсіруге келеді. Мысалға айтайын, мына сиденьяны бұрын осындай күйде, готовый күйде әкелу үшін біз әр сиденьяға $2000 төлейтін біз Hyundai Motor Company'ға. Қазір сборка үшін бағасы $300-ға төмен болды. $1700 компоненттерді алып жатыр. Сол $1700-дың $200 мына жігіттердің зарплатасы. Жаңағы сколько получаете вы? 350 мың теңге зарплатасы. Міне, 350 мың теңге зарплата алып жатыр, міне. Сонда, мынаның $200, солардың зарплатасына кетеді. Жаңағы салынып жатқан құрылыстық инвестицияны қайтаруға, кредитті қайтаруға кетеді, $100 автокөліктің бағасын түсіруге көмектеседі. Міне, бұл бағаны біз уже осы күзде, осы Hyundai Tucsonның бағасын $100 осы сиденьядан, $100 жаңағы мультимедиадан түсіреміз. Ол екі компонент. Автокөлікте 1500-2000 компонент бар. Әні ойлаңыздар. Неге Қазақстан оны істей алмайды? Бізге айтады, Қазақстанның нарығы кішкентай, халығы кішкентай дейді. Чехияны қараңыздар, халығы 10 миллион. Жылына 1.400.000 автокөлік шығарады. Словакияны қараңыз, халқы 5 миллион. 5 миллион халық деген Алматы облысының халқы 1.100.000 автокөлік шығарады. Локализациясы 50%-тен өсіп кеткен. Неге Қазақты жұмысы істей алмайды дейді? Істей аламыз. Өз елімізге өзіміз сенуіміз керек. Ал біздің қазақтар сенбейді ол елімге. Особенно активистер сенбейді.
Активистер сенбей тұрғанда Kia компаниясы сеніп тұр Қазақстанға. Әкелетті $200 миллион инвестиция қояды Қостанайға. Сонда корейліктер бізге сеніп тұр өз нарығымызға. Біз өзіміз сенбейміз. Міне осының бәрін айту керек. Сондықтан мен әдейі әкеп көрсеттім сіздерге. Қараңыздар. Чехияда утил жоқ, бірақ Чехияда басқа қалған салықтар, Евросоюзның салықтары, ол ешқай автокөлікті әкелдірмейді. Мысалы, қараңыз өзіңіз, жаңағы бұқаралық ақпаратта істейсіздер ғой. Қытайлық автокөліктер үшін Европада қазір июльден бастап 40% таможенный пошлина көтеріледі. 40%. Ал Американ қараңыздар. Сол қытайлық автокөліктерді қорқып отырып, қытайлық автокөліктерге 100% таможенный пошлина қосты уже қосты. Кеше ғана Турция қытайлық автокөліктер үшін 40% тағы да таможенный пошлина қосты. Олар не үшін оны істеп отыр? Өздерінің өндірісі көтерілсін деп істеп отыр. Өздерінің нарығын қорғап отыр. Сол үшін олай істейді. Олар сонда Европа, біз бәріміз, Европа сияқты өмір сүрейік, Америка сияқты өмір сүрейік деп айтып жүреміз. Америка сияқты, Европа сияқты өмір сүрулерін келсе, онда нарықты жауып, нарықты қорғау керек. Тек қана ашып қойып, біз базар болып жүрсек, өстіп жүре береміз. Қазақстанда тек қана мұнаймен, базармен, мал шаруашылығы болады деп. Ол дұрыс емес. Қазақстан нарықты қорғау керек. Сонда ғана жаңағы утилизбу айымның проценті қанша? 250 мың, 500 мың теңге. Ал. Міне. Ал енді первичканы мен айтайын сіздерге. Мысалы, жаңағы Санжар Бұқаев айтады, мына первичканы алып тастау керек, Қазақстанға жаңа автокөлік керек деп. Қараңыздар, первичканың құны жаңа автокөлікке, 1-2 жылдық автокөлікке 900 теңге. 900 теңге. 900 теңге соншама автокөліктің бағасын көтеріп жатыр ма? Жоқ. Олардың мақсаты басқа. Олардың мақсаты жүрілген 5-10 жылдық автокөліктерді әкелу Қазақстанға. Сол оларды жеп атқан. Өйткені ал 3 жылдан ескірек автокөліктерге 1 миллион төлеу керек. Сонда Қазақстан не істеп тұр? Ол басқа сұрақ. Ол Қазақстанның экономикасы туралы сұрақ. Неге ол үшін автопром отвечать ету керек? Жоқ, ол үшін автопром отвечать етмейді. Сол үшін өнеркәсіпті дамыту керек. Сол үшін өнеркәсіп даму үшін бар жұмыстар жасалу керек. Сол кезде ғана Қазақстанның экономикасы көтеріледі. Қазақстанның экономикасы неден тұрады? Осы Қазақстан шығарылған тауарлардан тұрады. Осы Қазақстанда істелінетін жұмыстан тұрады. Басқа ештеңеден тұрмайды Қазақстанның экономикасы. Егер заводтар болмаса, егер жұмыстар болмаса, экономикасы қайдан көтеріледі? Адам неден байиды? Именно содан байиды. Өйткені сондықтан жаңағы дамыған халықтар өз нарығын қорғайды, өзінің жаңағы өнеркәсібін қорғайды. Сол кезде адамдардың жұмыс орны табылады, сол кезде адамдарға зарплата төленеді, сол кезде адамдардың көлік алуға немесе басқаға күші жетеді. Егер соның бәрін жауып тастаса, 1-2 жылдың ішінде міне біздің нарығымыз Қытайдың экономикасын көтереді, Ресейдің экономикасын көтереді, Өзбекстанның экономикасын көтереді. Мысалы Санжар Бұқаев айтады, өнеркәсіп дамымаған, Өзбекстан дамыған деп. Жарты шындықты айтады, жарты шындықты. Ал екінші жарты шындықты айтып берейін ба? Өзбекстанда таможенный пошлина 120%, Қазақстанда 15%. Міне Өзбекстан не істеді? 30 жыл бұрын алды да Өзбекстан жауып тастады. Сол кезде Өзбекстанда қазір өнеркәсіп дамып 300 мың автокөлік шығарылады. 300 мың автокөлік шығарылады. Локализациясы 70%-ке дейін жетеді. Соның құны жаңағы нарықты жауып, өзбекстандықтар тек қана өзде шыққан автокөліктерді алсын деген сөзбен шығарады. Ал Қазақстанның экономикасы либералды, ашық, 15% таможенный пошлина бар, болды. Утил сбор бар, салық бар, бірақ салықты адам төлегісі келмейді. Бірақ бесплатное образование бер, бесплатная медицина бер, бәрін маған бер. Оны мемлекет қайдан алады? Салықтан алады. Сондықтан біздің компания өткен жылы тек қана Астана Моторс Қазақстанда 140 миллиард теңге салық төледік. 140 миллиард теңге. Біз Қазмұнайгаздан көп салық төледік. Қазмұнайгаз 115 миллиард төледі. Біз 140 төледік. Тексеріңіздер бәрін қарап. Сонда бенефициар кім болып тұр? Утилсбордың бенефициары ол Қазақстанның халқы. Сол үшін жиналып жатыр. Мына Қазақстанның нарығы жабылсын, осы жерде өнеркәсіп дамысын деген. Оны ешкім түсінбейді. Бәрі қазір бай болғысы келеді. Қазір бақытты болғысы келеді. Ертең біз бала-шағамызға не қалдырамыз? Базар қалдырамыз ба? Барахол қалдырамыз ба? Немесе өнеркәсіп қалдырамыз ба? Соны ойлап тұрған дұрыс. Сондықтан қазақтар автокөлік шығармайды деген сөз ол жала.
шығарылат. Міне қараңыздар. Қазақтың қара балалары шығарып жатыр мына жерде. Келсін осы жерге нет утилизбор. Мыналар жағасын жыртады оның. Сондықтан келмейді олар. Жүріңіздер. Бағасы түседі ептеп. Ол басқа сұрақ. Ол Қазақстанның экономикасын көтереді. Осы жылы түсті. Осы жылы 2 ай бұрын, 1 ай бұрын, осы 1 июньнен бастап біз Hyundaiға специальный акция жарияладық. Ол жерде 400 мыңнан бастап төмен түсірілдік. Әр модельге байланысты. 2,5 миллионға дейін бар скидкалар. Сол скидкалар болып жатыр. Оны ешкім байқамайды. Қараңыздар, міне, сиденьялар келді, осы жерде міне жиналып жатыр. Міне, қазақтың қара балалары мен қыздары жинап жатқан. Какая связь в итоге с утилизбором с вашим заводом? Мы так не можем понять, какая связь. Нас пугает больше всего это то, что активисты нет утилизбора не только про утилизбор говорят, они говорят про первичную регистрацию. При этом их цель, она является благой. Они говорят, надо, чтобы в Казахстане ездили новые автомобили. Но при этом отменяют первичную регистрацию, которая запрещает в Казахстан возить старые автомобили старше 3 лет. На сегодняшний день первичная регистрация для автомобилей 1-2-летней составляет 923 тенге. Для автомобилей 3-летних составляет 50 тысяч тенге, 184 тысячи тенге. А автомобили старше 4 лет уже 1 000 000 тенге. Но это сделано для того, чтобы сюда не заезжали старые машины. Именно для этого это сделано. Поэтому, когда они заявляют о том, что они за то, чтобы в Казахстане обновлялся парк, это ложь. Отмена первичной регистрации логически не может привести к обновлению автопарка. Она приведет к устареванию автопарка, потому что начнут завозить автомобили старше 4 лет, 10-летние, 12-летние, 15-летние автомобили. Как так происходило в 2000-х годах, так происходило в 90-х годах. Поэтому надо вслушиваться в то, что они говорят, и их цели. Нас пугает именно отмена первичной регистрации, потому что тогда все будут покупать старые автомобили, экологически нечистые автомобили, Евро-2, Евро-3. Более того, привозят праворульные автомобили, а потом происходит ДТП. И эти все праворульные автомобили выезжают на трассу и таксуют. И семьи целые умирают там. Никто об этом не говорит. Пойдемте. Мы чуть-чуть задерживаемся. Hyundai автосалондары әр қалада бар. 26 автосалон.